Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баланың құсығы нәжас есептеле ме? Яғни сүт еметін, шешесінің сүтін еметін баланың құсығы нәжас болып есептеле ме? Алдымен құсық мәселесі біздің мазхабымызда қатты ихтилафты мәселелердің біреуі. Бұл жерде ғұламаларымыздың, мүжтәһид имамдарымыздың кей жерлерде осы құсық мәселесінде бір ихтилафтары бар. Мысалға, егер құсық ауыз толы болмаса, оны дәретті бұзбайды. Бұл жерде тартыс жоқ. Бірақ ауыз толы болмаған құсық нәжас есептеле ме, есептелмей ме деген мәселеге келген кезде ихтилаф бар. Имам Абу Юсуф былай деп айтады. Мынандай бір қағида келтіреді. Дәретті бұзбаған нәрсе ол нәжас болып есептелмейді. Дәретті бұзған нәрсе ол нәжас болып есептеледі дейді. Яғни, ауыз толы құсу дәретті бұзатын болса, ол нәжас. Ал ауыз толы құсық дәретті бұзбайтын болса, ауыз толы болмаған құсық дәретті бұзбайтын болса, онда ол нәжас есептелмейді дейді. Бұл Абу Юсуфтың көзқарасы. Имам Мұхаммед бұл мәселеде құсық мәселесі ауыз толы болсын, толы болмасын, нәжас болып есептеледі дейді. Дәретті бұзатын тұрғысында, яғни ауыз толы болу тұрғысында ихтилаф жоқ. Ауыз толы болған кезде дәрет бұзылады, ал бірақ нәжас мәселесінде имам Мұхаммед ауыз толы болмаса да нәжас болады дейді. Бірақ ғұламаларымыздың кітаптарына қарасақ, мысалға Хидая сахибі болсын, сол сияқты Хидая шарғызған Кемалдин ибн Хумам болсын, Фетура Қадерде Абу Юсуфтың көзқарасын таңдайды. Яғни ауыз толы болған кезде нәжас болып есептеледі, өйткені дәрет бұзылады. Ал ауыз толы болмаса, онда дәрет бұзылмағаннан себеп нәжаста есептелмейді дейді. Біз де бұл көзқарасты аламыз фәтуа ретінде, бірақ ихтиятты болғанда әрине, яғни кішкентай болсын, ауыз толы болмаса да нәжас ретінде қарап, яғни сақтанып одан, өйткені ихтилаф бар, екі имамымыздың сақтықта қор жоқ дейді, жуып тастаған абзал әрине. Егер жағдай болып тұрса. Жағдай болмаса, онда мәжбүр Абу Юсуфтың көзқарасымен амал қыламыз. Ал жағдай болып тұрса, ықтиятпен де оны кетіру. Ал енді баланың, кішкентай сәби баланың құсығына келетін болсақ, кітаптарымызда бұл жерде ауыз толы, егер бала ауыз толы құсатын болса дейді, онда нәжас болып есептеледі дейді. Абу Юсуфтың көзқарасымен алған бұл жерде. Және де ол кішкентай сәби баланың құсығы нәжастың қай түріне жататындығында да бірнеше көзқарастар біздерге жетеді. Яғни жеңіл ма, ауыр ма? Ауыр нәжас болатын болса, онда 1 дирхам мөлшері намазға кедергі болады, егер анасының киіміне тиген болса. Ал егер мұхаффафа, жеңіл деп қарайтын болсақ, онда тиген жердің, киімнің қай жеріне тиген болса, мысалға қолына немесе жеңіне, сол жер 4/1 жетсе, онда сол кезде намазға кедергі болады дейді. Екі риваят бар. Сахих болған риваятта кітаптарымызда баяндалғандай мұхаффафа болғаны, жеңіл болғаны дейді. Бірақ сонда да ихтилафты болғаннан кейін ихтиятты болған жақсы. Тіпті жаңағы ауыз толы болмаса да ең дұрысы баланың құсығы нәжас, бірақ нәжастың қай түрінде ихтилаф бар, оған қарамастан құсықты баланың құсығының тиген жерін жуып тастаған абзал дейміз. Бірақ та пәтуа ғұламаларымыздың таңдаған көзқарасы ол ауыз толы болса, және де баланың құсығы жеңіл нәжас түрінен есептеледі.